Уважаемые наши учителя, коллектив областного перинатального центра областной больницы имени Султанова от всей души поздравляет замечательных педагогов Павлодарской области. Мы желаем вам здоровья, счастья, успехов. Мы желаем вам гордости за достижения ваших учеников. Аса құрметті ұстаздар, ұлттық ұланның жеке құраматынан сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Биылғы таңда еліміз күрделі сынақтан өтіп жатыр. Сіздер де оған үлкен үлестеріңізді қосып жатсыздар. Кәсіби шеберліктеріңіз үшін мың алғысымызды білдіреміз. Сіздерге шығармашылық табыс, қажымас қайрат және де ең басты зор денсаулық тілейміз. Будьте здоровы, успешны, благополучны и творчески активны. Желаю вам любви к вашей работе, нескончаемого здоровья и вдохновения. Құрметті біздің ұстаздарымыз, сіздерді мұғалім күнімен құттықтаймыз. Сіздерге кәсіпте, өмірде сәттілік тілейміз. Сіздерге баянды, бақытты ғұмыр тілейміз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Дорогие педагоги, поздравляю с Днем Учителя. Желаем вам счастья и здоровья. Мы вас любим. Дорогие учителя, специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области в лице коллектива судей и специалистов поздравляют вас с профессиональным праздником. Мы с вами делаем одно дело. Вы ведете детей по большой дороге знаний, а мы защищаем их права и интересы. Быть учителем – это нелегкий труд. Это призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем, всей добротой души. Желаем вам счастья, здоровья, неугасаемого пыла, бодрости духа, чтобы вы воспитали не одно достойное, умное и образованное поколение. Пусть ученики вас уважают и любят, а их родители всегда помнят, кто привел их детей на светлую дорогу знаний. Дорогие учителя, пусть в ваших домах всегда царит уют, благополучие и счастье. С праздником вас! Құрметті ұстаздар қауымы, Иса Байзақов атындағы облыстық филармониясының әртістерінің ақ тілегі. Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді. Сондықтан төл мерекелеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын, еліміз аман болсын. Мерекеден мерекеге жете берейік.